Өткен сабағымызда біз қандай тақырыппен таныстық? Өткен сабағымызды ондықпен аттау. Иә, ондықпен аттау. Иә, ондықпен аттауды өттік. Ондықпен аттап өту арқылы не еді? Азайту еді. Мысалға келтіретін болсақ, 12 санын азайтамыз 8-ден. 8 санының құрамы қандай еді балалар? Кім айтады? 4-ке 4, 7-ге 1, 6-ға 2, 5-ге 1. 2 санынан нешені азайтамыз? 2 санды азайтамыз. Сонда ол дөңгелек санға не қылады екен? Айналады екен. Дөңгелек санға айналды. 10-нан азайтамыз 6-ны. Тең болады қанша? 10-дан 6-ны азап 4 болады екен. Міне балалар, біз өткен сабақта 10-тан аттап өту арқылы азайту деген тақырыпты өттік, иә? Енді біз топқа бөлініп алдық. Топымыз бірінші топ, екінші топ және үшінші топ болды. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Тақырыбымызды анықтау үшін суреттермен не істейміз? Жаңа тақырыбымызды анықтаймыз. Жаңа тақырыбымызды анықтау үшін мына жерде суреттерді санаңдар балалар. Мысалға, иә, мынау қандайсы? Мынау не қандай жеміс? Неше қандай жеміс? 2 жеміс, ал? 6. Бұл қандай жеміс? Лимон екен. Иә, 6 лимонға 2 лимон қосса қанша болады? 8 болады екен. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз қандай екен? 11 саны екен. 11 санының несімен танысамыз бүгін? Құрамымен танысамыз. 11 санының құрамын айтып өтейікші балалар. 1-ге 10, 2-ге 10, 2-ге 9, 3-ге 8, 4-ге 7, 5-ге 6, 6-ға 5. Міне балалар, көрдіңдер ма? Иә, 5-ге 6-ны қоссақ та 11, 6-ға 5-ті қоссақ та 11 саны шығады екен. 11 санының құрамымен таныс болдық па? Енді біз сандық сәуледе 11 санын тура ретпенде керіп алған екен 11 саны. Ол 11 санын біз ауызша қосуды және ауызша азайтуды үйренеміз бүгінгі сабақта. Енді 11 санының құрамымен танысып алдық па біз бағана? 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5. Міне балалар, 11 санының құрамы осылар екен, осы сандар екен. Енді біз 11 санының құрамымен танысып алдық. Ары қарай бізде нелер болады екен? Бас қатырғыштарды білеміз ба біз балалар? Мозаика, құрастырғыштарды білеміз ба? Құрастырғыштар. Бізде құрастырғыштар түрлі түстер бола ма? Түстер болады. Енді бұл жерде күлгін бөлшек неше екен? 9 екен. Ал сары бөлшек ше? 2 екен. Біз енді осы күлгін бөлшек пен сары бөлшекте құрастырғыштар екеуінің барлық саны қанша екенін анықтаймыз. Күлгін барлығы қанша? Мен анықтадым. Қанша екенін анықтадым. Құрастырғыштардың 11 екенін анықтап алдық. Енді бізге балалар тапсырма берілді. Тапсырмада біз 11 санының несін табамыз? Көршілерін табады екенбіз. Нелерін табады екенбіз? Көршілерін. Мен сендерге тапсырмалар тарқатамын. Кәні топбашы ұйымдастырамыз. Көршілерін анықтаймыз. Жеміс. Тамаша. Біткен кезде қалай білдіреміз?
Екінің көршісі неше? 3 екен. Жарайсың, отыра қойыңыз. Я, бірінші топ топ па? Жауап береміз. Я, кім жауап береді? Айта бер, орында тұрып айта бер. Көрсет, айта бер. Я. Айбеке айтсын. 2 саны, 1 санынан қандай екен? Я, жақсы. Жақсы, өте тамаша. Я. 2 санының көршісі неше екен? 1 екен, жақсы. Я. 2 санының көршісі 1 екен, тағы да арт жағында көршісі неше екен? 3 екен, жарайсыңдар. Енді екінші топ дайын ба? Екінші топ, я. Айта ғой. Қызанақтан артық екен. Бұл жақсы, тамаша. Келесі тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырмада маған тек қана 3-ші топтың жауабы өте қатты ұнады. Екінші топ жақсы, бірінші топ өте жақсы, ал екінші топ сіздерге жылдамдату керек. Ал кеттік. Екінші тапсырма бізде салыстыру. Сандарды не істеу керек екен? Бір-біріне қосып, одан шыққан санды не істейміз? Салыстырамыз. Ал орындаймыз екінші топ тез. Я, бәріміз бірге жұмыла кірісеміз. Қайсан артық, қайсан кем. Сандарды салыстырамыз. Жоқ, салыстырамыз. Мына сандан қосасын, төбесіне жазасын. Одан кейін салыстырамыз. істей бер. Бірінші топ айта берді, иә? Қайсан артық, қайсаныз? Я, артық сан қандай сан екен? Қанша болды? Бірінші жауабын айтыңыз. 9-ға 3-ті қоссаң қанша? 12. 4-ге 3-ті қоссаң? 4-ге 3-ті қоссаң? 7. 12 саны артық па? 7 саны артық па? 7 саны артық па? 12 саны 7 санына қарағанда неше санға артық екен? 5 санға артық екен. Ал екінші топ болдық па? Оқушылар қалай отырамыз? 1, 2, 3. Ал екінші топты тыңдаймыз, айта бер. Я, артық екен, жақсы. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырма бізде не екен? Есепте дейді. Есепте. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашамыз. Ашыңдар дәптерімізді. Я, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қыркүйектің нешесі? Қыркүйектің 14-і. Сынып жұмысы деп жазамыз дәптерге. Ашыңдар дәптерлеріңді. 4 түрлі тастаймыз да жазамыз. 4 түрлі тастаймыз. 4 түрлі тастаймыз. Жазамыз. Я, 4 түрлі тастап келесі бетімізді жаңа жылдан бастап жазамыз. Я. Қанша болады? Сантиметр деп жазамыз, иә? Кішкентай сантиметр. Жақсы, тамаша, өте жақсы. Келесісін кім шығарады? Я, мен көргелі ғой.
Metrden 9 santimetrda saqlaydi. Ya. Qancha santimetr oladi ekan? 2 santimetr oladi ekan. Yaxshi, tomosha. Daftarimizga yozib olamiz. Yozamiz daftarimizga. Qani? Daftarimizga yozamiz. Yazib bo'lgan bo'lsa, o'rnimizdan turamiz. O'rnimizdan turamiz. Onda kelesi topshirmamiz bor. Senlar 11 sanni ma'lum yechib berasizlar, gul bo'lib qurashtirib berasizlar. Mana birinchi topga topshirmasi al. Ikkinchi top topshirma o'rni Üçüncü top caraysızlar. Ya, birinci topta bo'ldi. Ya, öte tamasha, öte tamasha. Al, ikinci top sizler. Najika qo'yinglar bular. Birinchi topni öte tamasha qilib. Tamasha, element. Ya, üçüncü topning guli. Öte жақсы. Endi o'zi guldim. Japroqlari menesi sanaymiz. Gullarni sanaymiz. Qancha ekan? Gulni sanab. Apay, buni jitti. Guli. O'tir. Öte жақсы. Tamasha birinchi topda tamasha жұмыс жасады. Üçüncü topda öte жақсы жұмыс жасады. Ikinci top жылдамдатамыз. Ya. Ya. Qancha bo'ldi? Jalpi 11 ekan. Yaxshi, o'ta yaxshi. Tamasha. O'ta yaxshi. Jaraysizlar. O'ta yaxshi. Yaxshi жұмыс jasadingizlar. Bolalar qalay o'tiradi edi o'rinda? Endi kelesi topshirmamiz o'ylab top degan topshirma ekan. Mana topshirmani sizlarga tarqatamiz. Qarabqa ma'lum chiqarib javobini aytasizlar. Kerakmi? Birinchi topqa. Mana narsalar bor. Mana kesib. Ikinci topqa. Yani üçüncü topqa. Qarabqa chiqarib javobini aytamiz. Al.
Қолыңыздан 4-ті азайтасыз.